Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын Цезарь салатының рецебімен бөлісетін боламын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен тауықтың төс етін алдын ала бір күн бұрын маринадтап тоңазытқышқа қойып қойдым. Ол үшін 5 тишедей сарымсақты күштен өткізіп, тауықтың етімізге жағып, татымына қарай қара бұрыш, паприка, тұз сеуіп, өсімдік майын қосып, жақсылап жағып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тауық етімізді осындай противенге салып, 200-220 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Келесі кезекте айсберг салатын қолдандым. Осындай бөліктерге бөліп, ірілеу бөліктерге бөліп аламыз да, ортасын аршып, ыдысымызға орналастырып саламыз. Айсберг салатын осылай салып болғаннан кейін үстіне 3-4 салат жапырағын саламыз. Сәндік ретінде дәмі де өте керемет үйлеседі. Салатымызды салып болғаннан кейін менде дайын Цезарь соусын қолдандым. Осы соусты қосып, жақсылап салатымызды араластырып аламыз. Енді тарелкамызға салатымызды біртіндеп салып орналастырамыз. Тауық етімізді аса ірі емес, аса ұсақ емес бөліктерге ұзынша қылдырып, видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Салатымыздың үстіне біртіндеп тауық етін орналастырып, салып шығамыз. Тура видеода көрсетілгендей салып шықсаңыздар болады. Қызанағымызды аса ірі емес, осындай сақтау бөліктерге бөліп, жан-жағына орналастырып шығамыз. Піскен жұмыртқамызды тура қызанақ секілді қылдырып турап, жан-жағына салып шығамыз. Үстіне тағы да Цезарь соусымен тағы да бір рет жүргізіп шығамыз. Тура осылай құйып шығасыздар. Ендігі кезекте дайын багет түрін қолдандым, қытырлақ нанның орнына. Осылай салып шықсаңыздар болады. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Енді ірімшікті үстінен үкіштен өткізіп, осылай салып шығамыз.
Осымен біздің 5 минутта дайын болатын цезарь салаты дайын болды. Жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет болып шығатын салаттардың бірі. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.